Ассалаумағалейкум, Чанган CS55 плюс 30 мың ғана шақырым жүрілген 1.5 турбо GD мінекей. Клапанымыз жанып кеткен. Выхлопной түтіннің клапандарының бәрі жанайын деп тұр, мінекей, көрдіңіздер ме? Негізі бұның себебі не деп ойлайсыздар? Өзіңіз негізі жалпы өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздерші. Шымкент жақта енді бір біздің ұста шеберлеріміз осы катализатордан деп осы катализаторды ауыстырып прошивка жасап сөйтіп жасап жатыр екен. Бірақ та менің ойласам былай, бәрі осылай жанып жатқан жоқ клапандары, көрдіңіздер ме? Бірен сараның арасында осылай жанып кететін болып жатыр. Алдында бір 75 плюстің істеген болатынбыз. Дәл осындай қозғалтқыш 1.5 тоже клапан жанып кеткен болатын. Дәл осылай түтіннің клапаны жанған ода. 3-ші цилиндрда. Енді өзімнің жеке пікір ойым, мысалға, менікі бұл жанармайдан болып жатыр деп ойлаймын. Неге десеңіздер, өйткені не жанармайымыз дұрыс жанбайды. Және де сол CS75 плюсімізді дәл сол жанармайдан болған. Жанармайымызды бір болмайтын жерден жанармай бекетінен қойған болған екен. Сол кезде артында келе жатқан тағы бір 2-3 Чангандың клапандары жанып, үшеуі де тоқтап қалған екен. Трайт етіп жүрмей, одан кейін біз соны істеп шықтық. Істеп шыққаннан кейін бәрі де трайт етіп тұрды, қозғалтқышымыз дұрыс жұмыс жасамай тұрды. Кәдімгі мына түтіннің коллекторы қызып кетіп, кәдімгі турбинамыз қызарып кеткен болған. Сол кезде біз бакты толықтай шешіп алып, бензин жанармай төгіп тастап, басқа жерден жақсы жанармай құйып әкелгенбіз, сонымен жақсы жұмыс жасап кеткен болатын. Сол кезде біз түсіндік, біздің жанармайымыздан бірдеме болмай тұр деп. Бірақ та ойласақ, біздің кәрістер, япошкаларымыз, солар бәрі жүре береді емес пе? Содан да құйып жатқан кісілер бар, мысалы. Осылар ғана құйып жүрген жоқ, басқа кісілер бар. Олар жақсы жүріп жүр. Сонда былай қарасақ, бұл бізде Чангандарымыздың негізі сапасы нашар болып тұрды. Және де өте сезімтал болып тұр жанармайға. Датчиктары бәрі сезеді, содан дұрыс жұмыс жасамай қалады. Содан кейін болып, бетіне смес болғаннан кейін, дұрыс жанбағаннан кейін, клапандарымыз қызып, жаңағы турбинамыз қызғаннан кейін, коллектор қызғаннан кейін, ыстық түтіндер обратно қайттан цилиндрға барады деп, осылай қатты жанғаннан кейін клапандар осылай жағып кетіп жатыр, көрдіңіздер ме? Қап-қара түтін болып осылай. Дұрыс жұмыс жасамай клапандар бәрі. Әйтпесе 30 мың ғана шақырым жүрген, цилиндр бәрі хондары жақсы. Енді осы қайттан притирка жасап, клапандарымыз ауыстырып түтіннің жинап бергелі жатырмыз. Жап-жаңа мотор, осылай тап-таза, неге прокладкасы да даже ешқандай мін жоқ. Жап-жаңа күйінде тұр бәрі. Ішін күйеді ғой осылай. Жөндеп жатқан кезде жаңа қозғалтқыштар шашып бұзып осылай. Сондықтан айтарым, жанармай бекетін байқап, дұрыс жерден қойып жүріңіздер, тексерілген жерден. Өйткені осындай жағдайға тап боласыздар. Жап-жаңа қозғалтқышты ашасыздар одан кейін.